2019 жылдан бастап TikTok арқылы табыс табудың алғашқы қадамдарын бастадым. Яғни мен 2019 жылға TikTok парақшаға тіркелдім. Дәл қазіргі бұл менің TikTok парақшам 4-5 аккаунтым болуы керек. Себебі TikTok парақшаны дұрыс жүргізбегеннің арқасында, TikToktың ережелеріне бағынбағанның арқасында, TikTok менің аккаунттарымның барлығын банға жіберді. Яғни сіздер айтатын шығарсыздар, TikTokта қандай ереже бар, TikTok деген жай ғана балалардың ойнайтын ойын құралы ғой деп біреулеріңіз сіздер жай қарасаңыздар өте қатты қателесесіздер. Себебі қазіргі уақытта TikTok жай ғана балаңыздың қолында ұстап жүрген TikTok деген программа сізге миллиондаған табыс алып келеді. Егер де сіз сол миллиондаған табысты алғыларыңыз келсе, сабақты соңына дейін көріңіздер және маған тіркеліп, лайк бас, комментарий қалдырып, қолдап қойыңыздар. Алда өте керемет сабақтар болады. Ал кеттік. Енді қараңыздар, қыздар, TikToktан қалай табыс табамыз? Мен алғаш 2020 жылы TikTokқа тіркелген кезінде менде мүмкіндік болған жоқ. Себебі мен өзім NL деген компанияға жұмысқа кірдім. Сол кезде мен өнімдерімді, продукцияларымды сатуым керек болды. Бірақ оны мен қалай сатам? Мен алғашқы продукцияны сату үшін маған бір не керек болды? Бір жерге барып сату керек болды. Мен үйден шығуға менде мүмкіндік жоқ. Себебі мен жаңа үйде кішкентай бөпем болды. Және менде Instagram парақшаны жүргізуді білмеймін, WhatsApp статус қоюды білмеймін. Бірақ TikTok ойыма келіп тұр. Енді содан менің жоғарғы наставнигім TikTok деген сабақты бізде сатып алған ақыға, сосын ол кісіден мен сол сабақты алдым, үйде отырып, 2 айлық баламен отырып, TikTok парақшаны жүргізуді, TikToktың сабақтарын бәрін оқып үйреніп алдым. Және де үйде отырып алғашқы тапқан ақшам 84 мың теңге ақшамды, айлығымды мен TikTok арқылы тапқам. Яғни ол қалай? Мен TikToktан табыс табу үшін ең алдымен өнімдерімді TikTokқа жарнамалап сату арқылы табыс таба бастадым. Яғни маған мен қалай жасаймын? Мен өнімдерді алып келемін үйге алып келіп, әрбір өнімді бірінші кезекте конспект жазамын. Яғни конспект жазамын, зерттеймін, сол өнімдерді TikTokқа жүктеймін. Соған жүктегеннің арқасында, дұрыс видео түсіргеннің арқасында, халыққа дұрыс жеткізгеннің арқасында клиенттер күннен күнге жан-жақты келе бастады. Яғни сол кездері Ақтаудан, Атыраудан, Алматыдан, Ұзынағаш, ол кезде енді өте көп, қазір мен Қазақстанның бүкіл түкпір-түкпірінде қай жерінде офис бар бәрін біліп алған уже. Себебі менің клиенттерім жан-жақтан келді де, не істеді? Менің компаниямның өнімдерін сол TikTok арқылы сатып алатын болды. Яғни мен алғашқы тапқан табысым 84 мың теңге ақшаны осы TikTok арқылы тапқанмын. Егер де сізде әлі де TikTok парақша жоқ болса, TikTok арқылы табыс табу өтірік деген ой болса, сіз өте үлкен қателесесіз. Сондықтан да дәл қазір қолыңыздағы смартфонды алып, TikTok парақшаны ашыңыз да TikTokты жүргізуді бастап кетіңіз. Себебі Алла қаласа 2024 жылдан бастап TikTokқа монетизация қосылады. Яғни монетизация дегеніміз не? Монетизация дегеніңіз TikTok сіздің видеоларыңызға, просмотрларыңызға ақша төлейді. Шетелде монетизация қосылған TikTokқа, ал бізде монетизация қосылмаған. Сондықтан да сіз болашақта онлайн форматта ақша тапқыңыз келсе, міндетті түрде TikTokқа тіркеліп алыңыздар. Және де мен сіздерге айтатыным, TikTok пен Instagramның айырмашылығы. Instagramға бір видео салсаңыз, сіздерге аз дегенде өзіңіздің таныстарыңыз, достарыңыз лайк басып, комментарий қалдыру мүмкін. Бөтен адамдар өте аз. Ал TikTokта сіздерге адамдар бірінші кезекте тез лайк басады, тез комментарий жинайсыз, тез сатылым алып келеді. Инстаграмда отырып 1045 статус түсіріп, аузыңызды ауыртқанша күніне 3 рет TikTokқа дұрыс видео жүктесеңіз, сіз өніміңізді кез келген уақытта сатып жіберуіңізге болады. Мен дәл қазір отырып, кез келген өнімімді жай ғана реклама жасап, TikTok арқылы сата аламын. Яғни менде опыт бар 3 жылдан бері. Енді TikTokты дұрыс жүргізу және де TikToktың ережелерін жөнінде мен келесі сабақта сіздерге толыққанды жүктейтін боламын. Бүгін мен сіздерге қысқаша TikTok туралы ақпарат беремін.
кез келген әнші болсын, блогер болсын, қазіргі уақытта TikTok деген парақшаны жүргізіп, тез танымал болып жатыр, иә. Тіпті адамдар прямой эфирге шығып, стримге, яғни прямой эфирге кіру үшін сізде 1000 подписчик болу керек. Сол кезде сіз прямой эфирге кіріп, өзіңіздің сатып жалған сумкаңыз болсын, мысалы, иә, посуда болсын, соның барлығын прямой эфирде елдерге көрсетіп, тікелей сатып жіберсеңіздер болады, қыздар. Дәл қазіргі уақытта TikTokта конкурент өте аз. Көп адам оны қолдану керек, табыс табу жолдарын білмейді, жай ғана оны видео жүктеп қойып отыр. Егер де сіздер TikTokты дұрыс жүргізіп, дұрыс қолға алып іс жасайтын болсаңыздар, сіздерге TikTok миллиондаған табыс алып келеді. Алғашқыда сіздердің жаңа видеоларыңызды ешкім қарамауы мүмкін, алғашқыда жаңағы ретке шықпауыңыз мүмкін, ешкім комментарий жазбауы мүмкін, лайк баспауы мүмкін, өнімдеріңізді сұрамауы мүмкін. Бірақ сіз үздіксіз нәтиже, үздіксіз қайталаудың арқасында міндетті түрде TikToктан сіз табысқа шығасыз. Қазіргі кезде тұрақты клиенттерім болсын, барлығы осы TikTok арқылы келген жандар. Және де олармен өте қатты жақсы таниды. Тіпті олармен доста болып кеткенбіз. Сондықтан да мен сіздерге айтатыным, егер сіз дамығыңыз келсе, өскіңіз келсе, қомақты сомада ақша тапқыңыз келсе, дәл қазір TikTokты бастап кетіңіз. Алда өте керемет қызықты сабақтар болады. Осы сабақ сізге ұнаса, мені қолдап қойыңыздар. Келесі сабақта мен сіздерге TikTokта табыс табудың құпиясын айтатын боламын. Қош сау болыңыздар.